Söyleyeyim mi? Hürmetli dünya жүзінде қазақтары, мен сіздерге 80 жасар қарғы аяғымды бүгіп, аяқларыңызға бас ұрамын. Рахмет сіздерге, қызметіңізге, менің немереме кеуіл білдіріп атыраңызға. Бұл тек қазақ халқы емес, бүтін дүния жүзі менің немеремді кеуіл білдіріп атыпты. Әттекі Түркияның президенті де инстаграмнан менің немереме кеуіл білдірді. Енді мен қазір ютубта көріп отырмын, Астанадан келген тергеуші, прокурор, ена бір үшеу отырыпты, корреспондентке сұрау беріп отырыпты. Бір мұсылмандар, қазақ халқы, ойланып көріңіздерші, тергеуші, прокурор, генерал, полковник, сен ойланып қара. Бұл мереке хулиган емес, бұл бандитизм деген, бұл бандитизм. Сен ойланып қара. Әкесінің көзінше, шешесінің көзінше, әжесінің көзінше, інісінің, ағасының көзінше кішкентай жас баланы ұрып өлтірген бұл мереке хулиганство бола ма? Сіздер атап айтқан қарға-қарғаның көзін шоқымайды деген. Бұның ішінде прокурордың баласы бар, соттың баласы бар, полковник милицияның баласы бар, ондан кейін депутаттың баласы бар. Ондан кейін сіздер бұрып отырсыздар, бәрін қаржауға жауып отырсыздар. Енді жаңағы компьютерді қаржау күйеу баласынан берген алып қойды. Күйеу баласы милиция келіп қолдан тартып алған компьютерді. Компьютерді сіздер перелік етіп отырсыздар. Жарысын кесіп, әммесін жаңа қаржауға жауып отырсыздар. Сіздерде ұят бар ма? Соның өзі Қазақстанда ұмыма хақиқаты жоқ. Президент жанаплары Тақаев па? Тақаев. Мен сіздер ілтимас етемін. Мына тергеушілердің барлығы өздеріне болып отыр. Қарға-қарғаның көзін шоқымайды деген атап айтқан. Ана түрмедегі қылдарға болысып атырыпты. Мен сіз күн күшіңіз жетпесе, бірінші президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ілтимас етемін. Нұрсұлтан Назарбаев, ілтимас сізден. Сіз 30 жыл мемлекет басқардыңыз. Сіз жұмыстан шыққаннан кейін сіз жаман болып отырсыз. Сіз жақсы басқардыңыз, мен айтамын. Қазақстанды гүлдендірдіңіз, Астананы көшірдіңіз, 20 жылдың ішінде қайсы мемлекет республиканың пайтақтын басқа жаққа көшіріп істейді. Істеген жұмыстарыңызға мен қайыл қалдым сізге. Рахмет сізге. Мен сізден ілтимас етемін. Мына қазіргі президенттің күш жетпесе, сіздің бұл тамыр танысыңыз көп. Маған менің немереме жәрдем беруіңізді сұраймын. Себебі мыналар бәрі бұрмалап отырыпты. Бәрі бұрмалап, бәрі өтірікші бар бұларды. Қазақ халқы, сіздерден ілтимас етемін. Қазақтың ішінде қасқырларды жоғалтып, бір жақсы мемлекет еттің. Біздің мына Өзбекстанда ондай ахуал жоқ. Ондай ахуал болғанда президенттің өзі барып, лишний отырып, хәкім, прокурор ма, сол районның хәкімін, прокурорын, соттың сол уақытта жұмыстан айдап жібереді. Сол айдап жібереді жұмыстан. Қайтадан өзі отырып, өлген адамның үйіне барып тергеді бұлам. Өзбекстандан үйреніңде, сіздер айтасыздар, Қарақалпақтың қазағы, Өзбектің қазағы, қазақ халқы аштықтан, зорлықтан ұшырап, бері қарап ауған уақытта біздің Өзбекстан халқы, Қарақалпақстан халқы қазақтарды әлпештеп күтіп алып, қазақтарды адам қылып, міне адам қатарына қосқан. Сіздер ойласыздар, Қарақалпақтың қазағы, Өзбектің қазағы. Ондай қазақ халқында айырмашылық бар ма? Бұрынғы президентіміз қазақтарды жинау үшін қанша күш салды? Қанша қазақтарды жинап әкелді? Қазақтың халқы аз ғой, жері көп, халқы аз қалпай ғой. Қанша халықты жинап әкелді біздің Нұрсұлтан Назарбаев деген адам. Енді сіздер Қарақалпақтан келген адамдар. Қарақалпақтан зорлап келген жоқ қой олар. Өзінің еліне, отанына кетті. 37-38 жыл аштықтан, қорлықтан қазақтар бері қарап ауылды. Менің өзім қазақ, әкемем şu Қазақстаннан, Гурьевтен ауып келген адамдар мен. Қоңырат районынан ауып келген. Қоңыраттан бері қарап Қошел районына келді. Мәселе ойланыңда, Қарақалпақтың қазағы, Өзбектің қазағы. Қазақ халқы бәрі ата-бабасы бір, біздің мұсылман халқы. Барлығының ата-бабасы бір. Қазақ, Өзбек, орыс, татар, әммесі бір атадан, бір анадан туылған. Бірақ соң әрқайсы жаққа ажырасып кеткен. Түсініңіз бе? Жаңағы Нұх пайғамбардың 3 баласынан әрқайсы жаққа ажырасып кеткен. Түсіндің бе?